Зеркальная глазурь дайындаймыз. Онымен мусты торттардың бетін қаптаймыз. Ол үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Ең басты ингредиенттердің бірі глюкоза сиробы. Оны кондитерлік дүкендерден тапсаңыздар болады. Бағасы қымбат емес, бәр жоғы 500 теңге тұрады. Сонан соң шоколад. Табиғи шоколад алғандарыңыз дұрыс. Менде Колибау шоколады. Сонан соң желатинді мен порошок күйінде пайдаландым. Оған салқын су құйып, осылай бұқтырып қойғанмын. Және де сгущенка қажет болады. Сгущенканы өте сапалы сгущенка алғандарыңыз дұрыс. Менде Алексеевская сгущенкасы. Сонан соң су және құмшекер қажет. Пешке қоятын ыдысымызға глюкоза сиробын, суды және құмшекерді салып, орташа отқа қоямыз. Осы массамыз, яғни сиробымыз қайнау керек. 100 градустан температурасы жоғары болу керек. Біздің сиробымыз қайнады, оны пештен аламыз. Блендердің стаканына шоколад, сгущенка және ісініп тұрған желатинімізді салып, үстінен ыстық күйінде сиробымызды құямыз. Осындай погружной блендерді стаканымызға саламыз және де бірінші қоспай жай ғана ауасын шығарамыз, жай араластырғандай боламыз. Сонан соң блендерді 45 градуста қойып, осы массамызды айналдырып бір текті масса қыламыз. Және осы сәтте кішкене бояғыштан өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен қызыл түске боядым. Блендерді 45 градуста ұстаймыз. Тікесінен ұстауға болмайды, себебі арасына ауа кіргізіп жіберуіміз мүмкін. Ол ауа бізге тортты жапқан кезде көпіршік болып зиян тигізіп тұрады. Сол себепті барлық осы қағидаларды сақтанатын болсаңыздар, сіздерде өте мінсіз, әдемі зеркальный глазурь шығатын болады. Глазурымыз дайындап болған соң, арасында ауа және көпіршік қалып кететін болса, оны оңай түзуге болады. Бірнеше мәрте ситадан өткізетін болсақ, көпіршіктер қалмайды. Көптеген кондитерлер глазурды дайындап болған соң, бетін пищевой пленкамен жапсырып жауып, холодильникке бір түнге салып қояды. Бұның салуының себебі, арасында ауа қалып кететін болса, сол ауаның бәрі жоғарыға шығып, пленкаға жапсады. Пленканы алған кезде пленкамен бірге ауасы да алынып кетеді. Мен бірақ былай да жасап көрдім. Ешқандай айырмашылығын байқамағандықтан сіздерге бірден глазурь дайындап, оны жұмыс температурасына келтіріп құюды кеңес беремін. Сонда да ауа қалдырмауға тырысыңыздар. Глазурымыз дайындап болған соң, пищевой пленкамен глазурдың бетін жанастырып жауып қоямыз. Яғни бір-біріне тығыз осылай жанасып жабысып тұру керек. Енді глазурымызды жұмыс температурасына алып келуіміз керек. Яғни бұның жұмыс температурасы 34-36 градус қалып барымыз. Оған шейін бөлме температурасында қойып қоямыз. Және бізге термометр қажет болады. Осы термометрдің көмегімен қарап тұрамыз. Міне қараңыздар, бізде қазір 34 градус болып тұр. Яғни глазурымыз дайын болды. Енді холодильниктен, яғни морозильниктен мусты тортымызды немесе пирожныйымызды шығарамыз. Мен осындай решетка қоямын және астына бір ыдыс қойып, оның бетінен пищевой пленка төсеймін. Морозильниктен пирожныйымызды немесе тортымызды шығарамыз. Ол бұл сәтте қатты тас болып тұру керек. Формадан шығарып, осындай решетканың бетіне қоямыз. Мен бірнеше пирожныйды бірден жабатын болғандықтан, яғни құятын болғандықтан бәрін осылай қойдым. Егер сіздер біртіндеп құятын болсаңыздар, қалған пирожныйларыңыз шетте күте тұрмайды. Себебі ол еріп кетеді. Еріп кеткен соң глазурь оның бетінен сырғанап түсіп кетеді. Жұмыс температурасын сақтау өте маңызды. Егер сіздер жұмыс температурасынан асырып жіберетін болсаңыздар, глазурларыңыз ағып жерге түсіп кетеді. Ал егер де жеткізбей құятын болсаңыздар, ол кезде қалың болып бетінде ұсқынсыз болып көрініп қалады. Сол себепті осы температураны сақтаныңыздар. Пирожныларды формадан шығарған соң, олардың бетінде конденсат түзілуі мүмкін. Сол конденсатты қолымызбен сүртіп жібереміз, немесе құрғақ салфеткамен сүртсеңіздер де болады. Және пирожныларды ұзақ сақтамаймыз. Глазурымыз
жұмыс температурасына келген соң бетіне осылай видеодағыдай барлық шетіне құйып шығамыз. Астына аққан глазурды жинап аламыз және ситадан тағы да өткізіп, келесі жолы қолдансақ болады. Дайын глазурды холодильникте бетін пищевой пленкамен жауып 1 айға шейін сақтаймыз. Холодильникке салған соң глазурымыз қатып қалады. Оны пищевой пленкасын алып, микротолқынды пеште импульс 10-15 секунд сайын араластыра отырып ертіп аламыз және тағы да бір рет блендерден өткізіп, содан соң ситадан өткізіп, содан кейін барып қолданамыз. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, және тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар.